Ассалаумағалейкум бауырлар. Бүгін міне челленджіміздің 4-ші күні. Бүгін 30-шы қаңтар 2026 жыл. Бүгінде біз астағфирулла деп Алладан кешірім сұрау дұғасын 5000 рет айтуға тырысамыз. Бүгін енді мен жұмаға дейінгі уақытқа мынаншама айтып қойдым. Алла бұйырса 5000-нан асырамын деп ойлаймын. Енді күнделікті айтып жүруге кеңес беремін. Күн сайын осы астағфирулла деп дұға ету жайында әртүрлі білімдер, жалпы әркімнен ақпараттар ізденудемін. Мұның енді пайдасы өте көп, астағфирулла деп айтудың. Және де дұғаның да әдебі бар өзінің. Енді дұға етіп отыра бергеннен гөрі кейбіреулер мысалға оның адамның тілі зікірде жүретін болса, оның дұғасы айтпай-ақ қабыл болады деген сөз де бар. Яғни бұл дұға етпей қою керек деген сөз емес, және де зікір айтпай қою керек деген сөз емес. Зікірде де дұғада да берік болу керек. Ең бастысы Аллах тағалаға деген сенім мол болу керек. Яғни сіз бір іспен айналысасыз, сол іс сізге міндетті түрде сол табыс әкеледі деп сенбеу керек. Яғни 100% сол жұмысқа сеніп қалмау керек та. Аллахқа сену керек. Ризықты Аллах тағала береді. Ол адам алып келіп бермейді сізге. Ол сіз сеніп отқан жағдайдан емес, басқа тұстан әкеліп ризықты Аллах тағала күтпеген жерден береді. Сен күнделікті айтамыз. Қазір енді тағы да 1-2 минут айтуға тырысам. Астағфирулла, 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 астағфирулла. Аллах тағала бүгін дуа тілектеріміз қабыл етсін, жұма намазы қабыл болсын. Енді бар кеңесім осы, күнделікті айтып жүруге тырысыңыздар. Аман сау болыңыздар.